Аяқ қолыңыз үнемі мұздап жүре ме? Қысы-жазы жылы шұлық кисеңіз де, қалың көрпеге орансаңыз да, аяғыңыз бір жылынбай қоя ма? Бұл көпшілігіміз үшін, әсіресе жас ұлғая келе қалыпты жағдай сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл жай ғана суық емес, бұл ағзаның бізге ішкі құрылыста бірдеңе дұрыс емес екенін білдіріп жатқан алғашқы қоңырауы. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің атым Дана Асқарқызы, дипломды дәрігермін. Дана мен денсаулыққа каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз аяқ қолдың неге үнемі мұздайтынын, оның артында қандай жасырын аурулар жатуы мүмкін екенін және ең бастысы үйде осы мәселені қалай шешуге болатынын қарапайым әрі түсінікті тілмен талдайтын боламыз. Кішкентай өтініш, менің байқауымша осы каналды қарайтын көрермендердің 94%-і әлі күнге дейін каналға тіркелмеген екен. Егер менің еңбегімді бағаласаңыз, дәл қазір төмендегі қызыл подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Бұл маған үлкен мотивация береді. Ал біз бастаймыз. Неліктен жас ұлғая келе аяқ қол тоңа береді? Ең алдымен физиологияға үңілейік. 55 және 65 жас аралығында, яғни 55-65 жастан асқан кезде ағзамызда табиғи өзгерістер болады. Яғни оның біріншісі зат алмасудың баяулауы. Жас ұлғайған сайын біздің ішкі пешіміз баяу жұмыс істей бастайды. Жылу аз бөлінеді. Тері астындағы май қабатының жұқаруы, яғни біздің жылуды сақтап тұратын қорғаныш қабатымыз жұқарады, сондықтан суықты біз тез сезінеміз. Және қан айналымының ерекшелігі үшіншісі, ағза тоңған кезде ол ең алдымен жүрек, ми сияқты өмірлік маңызды мүшелерді жылытуға тырысады. Ал қол мен аяқ сияқты шеткі мүшелерге қан аз барады. Бірақ егер сіз жылы бөлмеде отырсаңыз да тоңсаңыз, онда мәселе басқада болуы мүмкін. Мұздай аяқ қол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Қазір соның басты себептеріне тоқталып өтемін. Біріншісі, бұл қан айналымының нашарлауы. Медициналық тілмен айтсақ, атеросклероз деп аталады. Бұл бізде қан тамырларымызды суық құбыры деп елестетсеңіз болады. Жылдар өте келе, ол құбырлардың ішіне холестерин жиналып тарылады. Бұл атеросклероз деп аталады. Тамыр тарылғандықтан ыстық қан аяқ қолдың ұшына жетіп үлгермей қалады. Екінші себеп анемия және В12 витаминінің тапшылығы. Ағзада темір немесе В12 витамин жетіспесе, қандағы эритроциттер азаяды. Оттегі дұрыс тасымалданбаған соң, жасушалар жылу бөле алмайды. Бұл әсіресе етті аз жейтін үлкен кісілерде жиі кездеседі. Үшінші себеп қалқанша безінің аурулары. Гипотереоз десек болады. Қалқанша безі біздің ағзамыздың термостаты. Егер ол жалқауланып, гормондарды аз бөлетін болса, адамның үнемі тоңып жүруі, салмақ қосуы, шаршаңқы болуы заңдылық. Төртінші себеп қант диабеті және нейропатия. Қандағы қанттың ұзақ уақыт жоғары болуы аяқтағы ұсақ қан тамырлары мен жүйке талшықтарын зақымдайды. Бұны біз диабеттік нейропатия дейміз. Бұл кезде аяқ мұздап қана қоймай, шаншып, ұйып, құрмысқа жорғалағандай сезім болады. Және соңғысы Рейно синдромы, бұл тамырлардың суыққа немесе стресске қатты спазм, яғни тарылу беруі. Бұл кезде саусақтардың ұшы бізде әппақ болып кетеді, кейін көгеріп кетуі мүмкін. Енді осындай жағдайда біз үйде не істей аламыз? Практикалық кеңестерімді айтып өтейін. Ал енді Дана, бұны біз қалай түзетеміз десеңіздер, үйде не істесек болады деген сұраққа келейік. Мен сіздерге күнделікті жасауға болатын қарапайым әрі тиімді әдістерді көрсетейін. Ең біріншісі бұл қозғалыс. Қозғалыс бұл өмір. Күні бойы отыра бермеңіз. Жарты сағат сайын тұрып, жаяу жүріңіз, аяқтың ұшымен тұрып түсу, табанды айналдыру, саусақтарды ашып жұму сияқты жаттығулар жасасаңыз болады. Бұл бізде қанды жүгіртеді. Екінші, дұрыс жылыну. Қалың, бірақ аяқты қыспайтын жүн шұлық киіңіз. Резеңкесі қатты бізде шұлықтар қан айналымын одан сайын тоқтатып тастайды. Және үшіншісі, жылы ванналар. Бізде кешке ұйықтар алдында аяғыңызды 10-15 минутқа жылы суға, ыстық емес жылы суға салыңыз. Яғни сіздерге осы жерде ескерту айта кетейін, қант диабеті бар кісілерге өте ыстық суға аяқ салуға болмайды, себебі сезімталдық ол кісілерде төмен болғандықтан күйіп қалу қаупі бар. Және тамақтану рационы, қан айналымын жақсартатын тағамдарды қосыңыз. Мысалы, оған жасыл көкөністер, зәйтүн май жатады. Қаназдық болмас үшін ет, жұмыртқа жеуді ұмытпаңыз.
кейде тамаққа аздап қызыл бұрыш қосу да қанды қыздырады. Және соңғысы зиянды әдеттерден арылу. Шылым шегу, қою кофені көп ішу қан тамырларын тарылтады. Оның орнына жылы су немесе шөп шайларын көбірек ішіңіз. Құрметті апа әжелер, ағалар, егер аяқ қолыңыздың мұздауымен қатар терінің түсі өзгерсе, яғни көгерсе, қап-қара болып кетсе, немесе аппақ болып бозарса, аяқта жазылмайтын жаралар пайда болса, қатты ауырсыну немесе аяқты мүлдем сезбей қалу қаупі пайда болса, міндетті түрде уақыт созбай дәрігерге, терапевт немесе хирургке қаралыңыз. Бұл жағдайда өз бетіңізше үйде емделмегендеріңіз дұрыс. Енді міне, біз бүгін үнемі тоңып жүретін аяқ қолдың құпиясын аштық. Бұл жай ғана ауа райына байланысты емес, сіздің денсаулығыңыздың айнасы. Өз денсаулығыңызға бей-жай қарамаңыз. Бүгінгі бейнебаян пайдалы болды ма? Төменде пікірге жазыңыздаршы. Сіздің аяғыңыз жиі мұздай ма? Оны жылыту үшін қандай әдіс қолданасыздар? Осы сұрақтарға жауап беріп кетіңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, осы видеоны туыстарыңызға, құрбыларыңызға WhatsApp арқылы жіберіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, дәрігер Дана. Дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.